көрмес бұрын арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Сіздерде мен де риза болайын. Қайырлы күн, ассалаумағалейкум. Менің есімім Руслан, BAP компаниясының серіктесімін. BAP компаниясында реферальный бонус қалай төленеді? Не үшін төлейді? Қанша төлейді? Соны түсіндірейін. Реферальный бонус товар айналымнан 50% төлейді. Қазір соны түсіндірем. Мысалы, сіз келдіңіз, BAP компаниясына тіркелдіңіз, я? BAP компаниясына тіркелдіңіз, мынау мендегі, или сіз прямой тіркелдіңіз, яғни бренд партнер болдыңыз. Енді компания айтып тұр, сіз маған тіркелдіңіз, бренд партнер болдыңыз. Енді сіз дейді, айналаңдағы адамдарға, таныстарға менің өнімдерім жайлы, осындай өнімдерім жайлы елдерге, таныстарға айт дейді да, мен жайлы, компания жайлы айт дейді. Сол үшін мен сізге табыс төлеймін, ақша төлеймін деп тұр. Ал мен істеймін, мен компанияға тіркелдім, өзімнің бек офисім болады, жаңа кабинетім болады, онлайн, әрқайсысында болады ол. Мен айналымдағы таныстарға айта бастаймын, осындай компания бар, осындай компанияға кірдім, өнімдері осындай, маркетинг осындай, ақша табуға болады деп. Сол кезде мысалға адам келетін, мысалға Асқат дейікші, мысалға Асқат деген танысым айттым осы компания жайлы. Оған ұнады, ол да менде кірем дейді. Лидерский пакет 70 CV-ден басталады. 70 CV-ін қазіргі уақытта енді доллармен бізде $107 жоғары. $127, $137, $147 әрқалай акция беріп тұрады компания. Осындай суммаға өнім алатын болса, яғни 70 CV-ға өнім алады ғой, тіркеліп. Сол кезде компания маған $35 реферальный бонус төлейді. Оны қайдан төледі? Оны бұның салған ақшасынан төлеген жоқ. $107, $127, $137 ол салған ақшасынан төлеген жоқ. Өйткені салған ақшасына ол жаңа кірген танысым мынандай өнімдерді алады, өзіне керекті өнімдерді алады қолына. Ал компания осы өнім товар айналымның ақшасын төлейді. Яғни әрбір өнім бал береді. Ал балды біздің компанияда, BAP компаниясы CV деп айтады. Біздің сөзбен айтқанда ол бал. Осының оборотынан төлейді бізге. Көрдіңіз бе? Адамның салған ақшасынан емес, товар айналымынан төлейді. Мысалға 70 CV. 70 CV-ге товар алды, я? Мысалға 70 CV деген, мысалы мына 2 пачка, сосын мына пачка, 3 пачка 70 CV береді, мысалға. Или мына екеуі деген сияқты. Сол кезде компания бізге $35 төлейді, моментально. 70 CV-дің енді 50% төлейін деп тұр ғой, реферальный бонус. Сол 70 CV-дің жартысы 50% $35, көрдіңіз бе? Товар обороттан. Мен бір адамға танысым айттым, ол кірді, лидерский пакетті алды, өзіне товарын, өнімін алды, компания маған $35 төледі. Мен тағы да бір адамға айтам, екінші адамға, мысалы Мақсат деген. Оған да өнімдер жайлы айтам, неше түрлі өнімдер бар компанияда. Маркетинг план жайлы айтам, жаңа ақша тапқым келемін. Ол да бір өнімдерді алды, компанияға тіркелді, өзінің товарын алды. Компания маған тағы $35 төлейді. Маркетинг план бинар. Мысалы, оң жақ, сол жақ. Кейбір адамдар ойлайды, бинарды пирамида деп ойлайды. Ол пирамида емес. Пирамидамен салыстырудың, пирамидамен шатастырудың қажет жоқ. Өйткені кірген адамдар өзіне өнімдерін алып жатыр. Маркетинг схема осындай. Мен тұрамда тағы да бір адам тіркеймін. Мен бинар ғой, міне 2 адам тіркедім. Екеуіне $35 түсті маған. Кошелекке міне. Енді мен тағы да 3-ші адамға айта бастаймын. 3-ші адамды өзіме рефералкамен тіркеймін де, 3-ші адам барады да, міне барады да мына жаққа түседі. Мысалы мен сол жаққа тіркеп жатсам, егер ол адамды сол жаққа мен реферал ссылкамен тіркеледі, $35 маған түседі міне. Одан кейін мына жаққа мына Асқат дегеннің астына перелейпен түседі. Яғни мен өзім пайда көрмей, мен командама да пайдам тигіземін да танысыма. Қалай? Мен өзіме тіркедім, рефералкасы $35 маған түсті, ал мынау барды да Асқаттың астында бір орын бос қой. Сол жерге мысалы Гүлмира деген бір адам тіркедім дейікші, бір танысымды. Осы жерге тіркелді. Бірақ Асқаттың астына перелейпен түсті. Ал Асқатқа қандай пайдасы бар? Асқат та тоже өзінің таныстарына айтып жұмыс жасайтын болса, оның пайдасы қалай? Мынаның пайдасы не? Қазір айтам. Ол да мен сияқты осылай жұмысын жасайтын болса, міне бір адам түсті ма, ол мына жаққа бір адам, мына жаққа бір адам тіркейді да, ішкі аяғына адамдар тіркеп таныстармен жұмыс жасай бастаған кезде, уже оған бинарный бонус түсе бастайды. Апта сайын. А мына жақта түсіп жатқан, мен жақта түсіп жатқан адамдар оның апта сайын бинарный бонус алуына пайдасы тиетін табыс қол айтқан кезде. Мен тағы да бір адам тіркеймін, міне. 3-ші адам тіркедім, я?
1 2 3 4-ші адам тіркеп алдым өзіме личник сол жақ аяғыма. Тоже барады ол мына жаққа перелиппен түседі. Мына Асхат пен Гүлмираның астына перелиппен түседі. Бірақ ол менің личнигім. Яғни мынаның астына түсті. Мынаған да пайдасы бар, мынаған да пайдасы бар. Мына енді 70 CB-ге кіріп тұр ғой, бал 70 CB. Міне. Мынаған да 70 CB, мынаған да 70 CB сөйтіп түседі. Бал жинала береді мыналарға ше. Мыналарға бал жинала береді. Мысалы Асхаттың астына екеуі түсті ғой, Асхат мырзаға бал жинала береді. Мысалы 140 балл жиналды дейікші. Бұның жұмысы не? Бұл кабинетіне кірсе 140 балл тұр сол жағыңызда. Бұл не істейді? Ішкі аяғына мысалы мына жерге бір адам тіркейді, танысын, личнигін, тоже өзіне жаңа реферальный бонусын алады. Сосын мына жағына да тоже бір адам тіркейді, тоже жаңа доллармен бонусын алады. Одан кейін ары қарай басқа адамдар бар, өзінің адамдары. Соны ішкі аяғына бүйтіп тіркей бастаған кезде уже бинарный бонус апта сайын бұған түсе бастайды. Өйткені мына жақта балдар жиналып кетіп баратыр уже. Ертең мынау өзінің адамдарын шақырады, мынау өзінің адамдарын шақырады. Уже бір жағая кетті, дамып кетті уже, оборот кетті, объем. Бұның жұмысы тек ішкі аяғымен жұмыс жасап, мына адам может жұмыс істеп кетуі мүмкін ары қарай. Уже бинарный бонус, матчин бонус бәрін алады. Былай айтқанда үлкен табысқа шығып кете алады да. Мынада да сондай шанс бар, мынада да сондай шанс бар. Мен тұрамын да енді оң жаққа тіркей бастаймын. Мысалы Мақсат тіркедім ба, тағы бір адам тіркеймін. Оң жаққа тіркеп жатырмын ғой. Оң жақта кім бар, соның оң жақ аяғына түседі перелиппен. Көрдіңіз бе? Тағы да бір адам тіркеген кезде осылай кете береді осылай. Бірінің астына бірін, мыналарға да пайдасы бар. Яғни мыналардың командасы болып есептеледі. Әңгіме қайда жатыр? Мысалы мен 6 личник тіркедім, міне 3-ау, 6-ау. Каждыйына маған 35 доллардың түсті ме? Мен 210 доллар табыс таптым. Ол 210 доллардың примерно 110 мың теңгеден жоғары. Ал мен оны бір-ақ күнде тіркей салдым. Демек мен бір күнде таптым деген сөз. Енді компания бұл ақшаны не үшін төлеп отыр бізге? Маған не үшін төледі? Компания айтады, Руслан дейді, сен болмасаң дейді, мен мына адамдар танымаймын дейді, мына адамдар вообще мен танымаймын дейді. Сен арқылы бұл адамдар келді, рахмет, міне сенің еңбегің, сен сөйледің, ақпарат бердің, түсіндірдің, бұл сенің еңбегің деп маған ақшалар төлеп отыр, көрдіңіз бе? Әңгіме қайда жатыр? Ертең бұлар да сөйтіп сөйлеп, өзінің таныстарына айтып кірген істей бастаған кезде бұған да компания ақша төлейді. Көрдіңіз бе? Яғни біз компанияға бренд партнер алып келеміз. Бренд партнер, клиент, жаңа мықты партнерлар келеді да. Мына адамдар келді ғой, ертең мына адамдар келді, товар алды, кейін ол тағы да товар алады компаниядан ше, өзі прямой компаниялар товарды. Заказ берген кезде прямой заводқа түседі, бұның өзінің фабрикасы бар. Прямой заводқа түседі, өзінің өнімдерін алып отырады. Компания маған ақша төлейді де тұрады. Мыналарды солай мен сияқты жұмысын жасай беретін болса, бұлар тоже өзінің таныстарына, адамдарына келіп, каждыйда өзінің табыстарын табады, барлығы табады ақша. Бұл жерде ақшасы ешкім қалмайды. Көрдіңіз бе? Әңгіме қайда жатыр? Көрдіңіз бе? Міне мен компания жайлы әңгіме айтамын. Компания өнімдері жайлы әңгіме айтамын. Өсек айтамын, былай айтқанда компания жайлы. Мен адамдармен кездесіп қалсам, осы компания жайлы өсектер айтамын. Осындай өнім бар, осындай өнім бар, машинаға қатысты өнім бар, міне суға қатысты өнім бар, осындай өнім бар, маркетинг план бар, ақша табуға болады үйде отырып деп. Ол қызығады, кіреді, жарайды, мен де кірейін, осы өнімдерді алайын дейді. Олар менің рефералсылығыммен тіркеп алды, компания маған ақша төледі. Өйткені мен ақпарат бердім, сөйледім, мына адамдарға ақпарат бердім, сөйледім, мен өз жұмысымды жасадым. Сол үшін компания маған әрбір сөйлегеніме, әрбір айтқан ақпаратыма компания ақша төлеп жатыр. Және бәріне төлейді. Мыналардың да жұмыстары сол. Ешқандай қиын жұмыс жоқ бұл жерде ше, айналып келгенде. Мен сізге тек қана табыстың бір түрін, реферальный бонусты ғана айтып отырмын. Егер сіз 6 адамда лидерский пакетпен кіргізетін болсаңыз, мысалы 107 доллардан жоғары тұрады ол. Мысалы 6 адамды кіргіздіңіз, мысалы бір күнде кіргіздіңіз, сіз бір күнде 210 доллар табыс таптың деген сөз. Моментально. Ол 110 мың теңгеден жоғары. 12 адам кіргіздіңіз ба? Онда сіз 420 доллар табыс таптыңыз деген сөз. Уже сіз 220-240 мыңнан жоғары табыс таптың деген сөз. Ал елдер сол ақша үшін өмір бойы таңнан кешке дейін үй көрмей, отбасын көрмей жұмыс істеп жатыр ғой, айдалада. Мына жерде сіз үйде отырып, осылай отырып түсіндіріп отырасыз да, ақпарат беріп. Қазір 21-ші ғасыр сөйлеу арқылы табыс табатын заман. Міне. Өнімдер мынау шет жағасымен көріп тұрған өнімдер, сіз көріп тұрған LF8 деген мына бір өнім 700 ауруды алдын алады, былай айтқан кезде. Это мощный өнім бұл. Осы бір өніммен компания әлемді жаулаған. Бір ненің өзі составын қарасаң, бір капсуланың өзі 700 ауруды алдын алады, былай айтқанда, универсальный. Мынау суға қатысты фильтр, кәдімгі суды тірілтеді, дәм береді, өте пайдалы. Мынау машинасы барларға жақсы. Машина, КамАЗ айдайтындар, таксистерге мысалға, автобус айдайтындарға мынау бір пачкасында 5 штук болады. Машинасына бензинге салады, соляркаға салады, мысалға құйып жатқан кезде. Бензин соляркасын экономдайды, демек ақшасын экономдайды деген сөз осы арқылы. Және экологияға пайдасы тиеді, өйткені түтін аз шығады. Түтіннің аз шығуына көмегін тигізеді. Бұл сондай өнім, фойл табыс, америкалық өнім таза, міне. Сенбесеңіз, міне
Made in USA деп тұр, көрдіңіз бе? Міне Made in USA. Made in USA, көрдіңіз бе? Made in USA. Міне америкалық компания таза. Мұны жатар кезде ішетін өнім. Біреуі ақ капсула, біреуі фиолетовый капсула. Ақ капсула түн ұйқыңды тыныштандырады. Фиолетовый капсула детокс деп айтады ғой, ішкінің бәрін тазалайды деп айтқан кезде. Мұны жабыстырады, біздің 0,3 деп айтуға болады, жедел жәрдем. Ауырған жерге жабыстырасыз, сол жерде қойдырады моментально. Және қан айналымға күшті. Мұны кофе, мұны жай кофе емес. Бұның құрамында протеин бар, коллаген бар. Міне, составы деген өте пайдалы. Егер кофе жақсы көретіндерге мынау жақсы міне. Құрамын қараңыз, қанша граммнан бар. Содиум 55 мг, протеин 10 грамм протеин бар. Потасиум 80 мг. Және мына жерден қарап тұрсаңыз, 13 граммнан бар еще. 13 граммнан коллаген бар екен, 13 грамм құрамында, 13 грамм коллаген. Америкалық өнім міне. Америкалық өнім. Кофе. Бір пачкасында 30 штук болады мынау. Міне. Пожалуйста. Нөл жазылып тұр мешіде. Міне 30 штук. Бір стейктің өзі күрешкімен ішетін болсаңыз 2-3 күрешке ішуге болады. Жағы пиаламен 4-5 пиала ішуге болады да. Сізге бір ай емес, 2 ай, 3 айға жетіп қалады бұл. Бұл жай кофе емес, емдейтін кофе бір жағынан. Бұндай кофені мен бұрын көрмедім. Егер кофені жақсы көретін болсаңыз, табиғи кофе. Көрдіңіз бе? Протеин бар, және коллаген бар. Коллагенді білесіз, шашқа жақсы. Шашқа, буынға, кожа, терімізді жасартады, яғни қартаюды алдын алады. Сіз көріп тұрған шамалы ғана өнім, менде бар ғана өнім, басқа қаншама өнімдер бар мына жерде. Баккардио өте көп өнім мына жерде. Айта берсем, міне кітапшаны ашсам, өте көп. Міне қаншама өнімдер бар, сіз білмейтін. Сондықтан да мен сізді осы BioPak компаниясына біріншіден денсаулығыңызды реттеуге, екіншіден машинаңыздың денсаулығын реттеуіне, сыйлыққа берсең ақша бұл, былай қарасаңыз, суға қатысты көп және табыс табуға шақырамын сізді. Өз командамда күтемін, бірлік командасында бренд партнер боласыз, сосын бриллиант статусына көтерілесіз. Міне ақпарат айту арқылы, сөйлеу арқылы онлайн табыс тап, ойлан және оян. Бұл сондай, бұл реферал бонусты айттым мен сізге ғана, тек қана. Тағы да басқа бонустар бар, тағы да бұйырса түсіремін. Пайдасын берсін. Сұрағыңыз болса қойсаңыз болады, хабарлассаңыз болады.